Мен бұл оқиғаны айтуға ұяламын, бірақ айтпасам болмай жатыр. Өйткені көп адам қиялсың ғой деп мені келек етеді. Бірақ менің басымнан өткен нәрсені өз көзіммен көрдім. Және ол түннен кейін мен ешқашан бөлмемде жарықсыз ұйықтай алмаймын. Бәрі әжемнің үйінен басталды. Жазғы демалыста ауылға барғанбыз. Әжемнің үйі ескі. Қабырғалары сықырлап тұрады. Түнде жел соқса, біреу жүріп жатқандай дыбыс шығады. Бір күні шатырдан бір ойыншық тауып алдым. Бұл қуыршақ ескі, кірлеген қуыршақ. Бір көзі жоқ, шашы жұлынған, ал көйлектері жыртылып жатты. Оны әжем көргенде, «Оған тиме, бұл бұрынғы балаға тиесілі еді», деді маған. «Қандай балаға?» дедім мен. Әжем үндемей қалды. Мен ойыншықты бөлмеме апардым. Сол түні сағат 3-тен 33 кеткенде оянып кеттім. Бөлме мұздай суық еді. Сол кезде белгілі бір сыбдырды естідім. Бірақ та мен оны анық естімедім. Сосын тағы да сыбдыр. «Сен мені естідің ғой?» Мен қатты шошып кеттім. Қарасам, қуыршақ маған қарап отыр. Аузы ашық, көзі жылтырап маған қарап тұр. «Сен жалғызсың, мен де», деді ол. Мен айқайлай алмадым. Тілім байланып қалғандай болды. Ол өздігінен қозғала бастады. «Біз бірге боламыз», деді. Сол сәтте есік сықырлап ашылды. Әжем тұр. Қуыршақты көріп, түрі өзгеріп кетті. «Сен оны ояттың», деді ол сыбырлап. Сол түні ол ойыншықты пешке лақтырып жіберді. Ал мен әлі де түнде біреу сыбдырлайтындай сезінем. Ол әрдайым «Мені тастап кетпен!» деп жылайды. Мен не істерімді білмеймін.